Адамға жеті өнерде аз деген. Саламатсыздар ма менің оқырмандарым? Менің есімім Меруерт ханым. Мен сіздерге Күләша анамыздың өнері жайында сіздерге айтқалы отырмын. 10 жылдан астам үйде отырып кәсіп жүргізіп отқан ана. Үйге тігем, бұрын заказ тікпейтін тұғым, үйден тігетін тұғым, үйде қалған құтқанды мат алып көрпеше құрай беретінім. Сосын жаңа үйге қонақ келеді, үйренеді, біледі. Сосын бір жерге барсам, ойбай асығып, мен осындай тігісім бар еді деп асығып кетем. Сосын сондай-сондайдан үйренді. Осы шорнақтың бәрі біледі, мен тігінші екенімді. Қаладан тігеді, сосын мынандай көрпе жастық мақта салып, көрпе көктеймін қыздың несін. Оны енді қойып жатырмын, қазір қыстың күні үйге мақта салып қойып кетеді ғой. Сосын құрағымды құрап отырамын. Бұны біреу заказ берсе, мен қолға алсам, бір аптада мына 2 көрпеше 2 жастық тігіп берем. Бір аптада. Күләша анамыздың өнері сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма телефон нөмірі мен мекен жайын жазып кетемін. Маған тіркеліп, лайк басып, ой пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Заказ қабылдаймын, мақта салып та тігем, осыны құрақта заказ тігем. Бірақ енді үлкейтуге, енді шама жетін керемей тұр, үлкейтсем, 1-2 қыз алсам, үйретсем бәріне. Қолдайтындар болса, 1-2 қыз тауып істесек дейміз енді, қыздарға үйретіп. Қолдайтын адам керек, үйренетін қыз болса, келіп үйренем, осы істен барып деп келетін қыздарды ол кет демеймін. Кәсіпкерлікті үйден ашсам деймін, 10 шақты қызға сабақ беріп, осыны үйретсем деймін. Осыны өстеп үйретсем енді, басқа неғі деймін енді. Үйретіп отырсақ, осы қыздар ынтасы барлар келіп үйренеді ғой енді. Мынаны қошқар мүйіз дейді. Мынау жаңағы аттың суреті енді. Бұнда ойдырып әкеп бәрін істеп жатырмыз енді, көрпешеге қосамыз мыналарды. Мынаны амандасу құрақ дейді, түр-түрі бар ғой осының. Мынаны қарама-қарсы құрақ дейді андайда. Мына бұғының суреті, осының бәрін істеп, осы енді жаңағы шешемізден көргенімізді істеп жатырмыз енді. Сосын мына жерде мынандай бір домалақ көрпеше құрап бер деп, біреу мынаны қошқар мүйізден домалақ көрпеше құрап жатырмыз мынандай. Мынандай жылтырақ қосып. Енді бар өнерімізді салып жатырмыз енді. Енді кәсіпкерлік ашсақ, бұдан да үлкейіп, түрлі-түрлі құрақтар құрайтын шығармыз деп отырмыз.